қазақ тілі оқулығына қатысты көңіліңіз толмайтынын ашық айтып, ашық білдіріп жүрсіз. Білім және ғылым министріне хатты жолдадыңыз. Осы хатта жаңартылған бағдарламаның кітабы мен негізгі өтілетін тақырыптары қазақ тілін жоюдың таптырмас құралы екенін байқадым деп жазыпсыз. Қазақ тіліне қарсы сонша не бар бұл кітапта? Мынау жаңартылған бағдарламаның кітабы биыл қолданысқа енгізілді. Бұл кітап сол шықпастан бұрын, яғни қыркүйек айынан бұрын жолдағанмын мен ол хатты. Маған осы кітаптың авторы Гүлбану ханым жауап берді, бірақ мен сабыр сақтап, сабақ өтіп көрейін деп әрі қарай тоқтадым. Енді бұл кітаптың ішінде ең бірінші тақырыбы климаттық аймақтардан басталады. Бұл кітаптың ішінде тарих пәні бар, география пәні бар, музыка пәні бар. Жалпы осы пәндер бүкіл қиял деген тақырып бар. Оған бізге 9 сағат берілген қиял тақырыбына. Енді мен түсінбеймін, қазақ тіліне қиялдың қандай қатысы бар. Бұл кімге қажет, осыншама қазақ тілін осыншама өзгертіп жіберу кімге қажет болды? Бұл бір. Екінші, мынау бізде грамматика мүлдем алынып тасталды десе болады. Себебі грамматиканы енді бердік деп айтар, ол тілдік бағдар ретінде ғана берілген. Бірақ грамматика мүлдем өте аз берілген. Бізде негізгі тақырып жаңағы лексикалық тақырыптар. Лексикалық тақырыптарға басымдық берілген. Басымдылық емес, негізгі тақырып солар ғана. Бізде мүлдем грамматикалық бірде-бір тақырып жоқ. Тілдік бағдар деген ол жай ғана ішіндегі берілген, есте сақта, тілдік бағдар деп берілген кішігірім ғана дүниелер берілген. Оның өзін көрсеңіз, қарасаңыз, адам шошитын жағдайда, мысалы, кітаптың ең бірінші сол климаттық аймақтар дегеннің ішінде не бар? Шылау бар, шатаспасам. Шылаудың жазылу емлесі беріліпті. Оның ішінде тапсырма бар. Тапсырмада шылаудың түрлеріне ажырат деген. Ол шылауды өтпесе, шылау деген не екенін білмесе бала, ол қалай шылаудың түрлерін ажыратады? Шылау дегеніміз не деген сауал жоқ. Ол жерде шылау дегеніміз не деген мүлдем тақырыпта жоқ. Шылау, тілдік бағдарда шылау дегеніміз не деген тілдік бағдар берілмеген, шылаудың емлесі берілген, бар болғаны. Енді бұл өте, мен кіріп алғашқы 4 сабағымда шындығы керек, өзім өте қиналдым, мен балалардан ұялдым. Өйткені мен кіремде қазақ тілі мұғалімімін, қазақ тілі сабағына кіремде, мен климаттық аймақтар бүгінгі тақырып балалар деп тақырыпты тақтаға жазамын. Ол өте ауыр.